Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде математика пәні 3-ші сынып 21-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы ауданның өлшем бірліктері, отбасы құндылықтары. Бүгін сендер аудан дегеннің не екенін, оның өлшем бірліктерін және ауданды палеткамен өлшеуді білетін боласыңдар. Бірінші есеп бізде пәтердің планын қара деп тұр. Міне бізде пәтер берілген. Сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Қонақ бөлменің периметрін тап. Периметрі дегеніміз, периметрді П деп белгілейміз. Есімізге түсіріп аламыз. Міне, үлкен П деп жазамыз. Енді периметрдің 3 формуласы бар. Оны есімізге түсіреміз. Қонақ бөлменің периметрін тап дейді. Бізде, қазір мен сендерге мына периметрін жазып көрсетейін. Периметр, тіктөртбұрыштың периметрі А қосылған В, А дегеніміз ұзындығы, В дегеніміз ені. Жақшаны жабамыз. Көбейтілген 2. Міне қазір біз осы формулаға салып шығарсақ болады периметр. Міне периметрдің формуласы. Бұл тіктөртбұрыштың формуласы. Енді қазір қонақ бөлменің периметрін табамыз. Бұл жерде 4 метр, ұзындығы 6 метр, ені 4 метр. Енді 6-ға 4-ті қосамыз, мына формулаға саламыз. А дегеніміз ұзындығы, міне, мынау А, мынау В деп аламыз. Енді А-ға В-ны қосамыз, 6-ға 4-ті қосамыз 10, 10-ды 2-ге көбейтеміз 20. Сонда біздің қонақ бөлменің периметрі 20 метрге тең екен. Дәліздің периметрін тап, міне дәліз бізде. Ені 2 метр, ұзындығын қараймыз. Ұзындығы 4 және 2, 6 метр екен. Енді дәліздің дәл осы формулаға саламыз. Ұзындығы 2 метр, ені 2 метр, ұзындығы 6 метр болып тұр. 6-ға 2-ні қосамыз 8, 8-ді 2-ге көбейтеміз 16. Сонда дәліздің периметрі бізде 16 метр екен. Міне осылай табуға болады. Келесі сұрақ, дәліздің ұзындығы енінен қаншаға артық дейді. Міне дәліздің ұзындығы біздің енінен қаншаға артық дейді. Міне бізде дәліздің периметр, міне дәл осылай сендер жазасыңдар. Міндетті түрде ұзындығы 6 метр, ені 4 метр периметр. Яғни біз қонақ үйдің периметрін тауып жатырмыз. Ненің периметрін тауып жатырмыз? Міндетті түрде жазып көрсетеміз. Міне осы формулаға салып жазамыз. Міне қаншаға артық бізде 6-дан 2-ні азайтамыз. Сонда 4, дәліздің ұзындығы еніне қарағанда 4 метрге артық. Ол міне суретте көрсетіліп тұр. Міне дәліз 2, одан 6-дан 2-ні азайтамыз. Сонда 4 метр. Келесі сұрақ, соңғы сұрақ. Қонақ бөлме есігінің ені 1 метр болса, міне мынау біздің қонақ бөлме. Дәл осы есік бізде 1 метр. Түсінікті болу үшін көрсетейін. 1 метр болса, онда құрылысшыларға қанша метр еден кемер қажет болады? Дәл осылай жазып аламыз. Жалпы біз барлық периметрін таптық қой. Міне қонақ үйдің периметрі 20 метр болды. Енді біздің 1 метріміз есікке кетсе, міне 1 метр есікке кетсе, 20-дан 1-ді аламыз. Сонда бізде 19 қалады. Сонда 19 метр еден кемер қажет болады. Бірінші есеп түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі есепке көшеміз. Екінші есеп, кішкентай үй қанша төргезден тұрады? Міне кішкентай үй неше төргезден тұрады? Санаймыз. Және үлкен үйді де санаймыз. Қай үй қағаз бетінен аз орын алып тұр? Өздерінде көзбен қарап тұрсыңдар. Әрине, кіші үй бізде аз орын алып тұр. Бірақ сендер қанша төргезден тұратын табуларын қажет. Үшінші тапсырма. Үшінші есеп бізде А тапсырмасы, жаяу жолдың берілген бөлігіне төсеу үшін қанша тақтатас қажет болады? Бұл жерде қараймыз, міне бізде тақтатас. Түсінікті болу үшін көрсетейін. Біз бірінші енінде неше тақтатас тұрған табуымыз қажет? 1, 2 және 3. 1, 2, 3, 4, 5, қолымыз ұрып кетті, 6.
Енді біз қанша тақтатас бар екенін білу үшін алдыңғы есептерде біз осыған ұқсас есептерді шығарып келе жатырмыз. Сондықтан бұл есепті шығару қиын емес. Осы неше тақтатас бар екенін табу үшін біз көбейту амалымен орындаймыз. Демек, ұзындығы мен енінде неше тақтатас бар санап, және бір-біріне көбейтеміз. Біз қазір міне ұзындығында 6 тақтатас деп түсіндірсек, міне 6 тақтатас және енді 3 тақтатас тұр. Енді барлығын мына жердегі барлығын табу үшін біз көбейту амалын орындаймыз. Сонда 6-ны 3-ке көбейтеміз, 18 болады. Сонда бізде мына жерде 18 тақтатас бар деген сөз. Енді ә тапсырмасында жаяу жол бөлігіне төсеу үшін қанша тақтатас қажет? Міне мынау бізде. Біз бағана қанша қатар дедік? Мұнда 2 қатар берілген. Жалпы бізде қанша қатар болу керек еді? Бізде 6 қатар болу керек еді. Және 3 енде 3 тақтатастан тұрады. Бізде жалпы 6-ны 3-ке көбейттік 18, енді 4-ті 3-ке көбейтеміз, сонда 12 болады. Сонда мұнда бізде 12 тақтатас қажет мұна жерде. Міне дәл осылай. Тақтатастар орналасқан ғой, міне бұлай. Сонда бізде дәл осылай 12 тақтатас қажет. Бұл есеп түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі есеп. Бізде 4-ші есеп. Үстел бетіндегі фигуралардың қайсысы көп орын алған? Міне фигураларды есімізге түсіреміз. Тік төртбұрыш бұлда. Мына төртбұрыш деп алсақ болады. Төртбұрыш, тік төртбұрыш, дөңгелек және үшбұрыш. Фигуралардың бірі-бірімен беттестіргенде бір фигура басқа фигураның ауданы сыйып кетсе, сол фигураның ауданы кіші болғаны. Ол барлығымызға белгілі. Мысалға біз дәл осы мынау шеңберді тік төртбұрыш егер үлкен болса, осыған сыйып кетеді. Демек, тік төртбұрыш шеңберге қарағанда үлкен деген сөз. Міне соны бізге көрсетіп отыр. Енді бізде ә тапсырмасында тік төртбұрыш пен дөңгелектің үшбұрыш пен шаршының аудандарын салыстыр дейді. Біз ауданды салыстырған кезде біз ауданда міндетті түрде квадрат деп оқимыз. Мысалға 12 болса, 12 квадрат деп оқимыз. Ауданда міндетті түрде квадрат деген осы төбесіне жазылады. Сантиметр болсын, сантиметр квадрат деген сияқты міндетті түрде өлшем бірліктерінде осылай оқылады ауданда. Ауданда қазір мен түсінікті болу үшін мына жаққа жазайын. 12 мысалға көрсетіп жатырмын, мысалға келтіріп жатырмын. 12 бізде сантиметр және жоғарғы жағында 2 деген белгі қояды. Ол 12 сантиметр квадрат деп оқылады. Бұл ауданның белгісі. Бізде қарасаңдар, міне мұндағы тік төртбұрыш пен дөңгелектің үшбұрыш пен шаршының аудандарын салыстырамыз. Қайсысы ауданы үлкен екен табуымыз қажет. Көз мөлшерімен де табуға болады. Ауданның өлшем бірлігі сантиметр квадрат. Міне, 1 сантиметр квадрат деп оқимыз. Бірінші санның өзін оқимыз, содан кейін өлшем бірлігін, содан кейін барып 2, яғни бізде квадрат деп оқылады. Ауданның өлшем бірлігі сантиметр квадрат, яғни 1 сантиметр квадратқа тең бір төргесі деп түсіндірейік. Енді бізде 5-ші есептің А тапсырмасы ауданды өлшеу үшін оған қанша квадрат бірлік сиятындығын білу керек дейді. Бұл жерде мен қазір сызып көрсетемін. Бұл жерде біз бір төргезді 1 сантиметр квадрат деп аламыз. 1 сантиметр квадрат. Міне біздің бір төргезіміз 1 сантиметр квадратқа тең деген сөз. Енді біз неше төргез бар екен табуымыз қажет? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек, мұнда 10 төргез болса, әрқайсы 1 сантиметр квадраттан болса, сонда бізде бірінші фигурада, яғни 10 сантиметр квадратқа тең деген сөз. Дәл осымыз. Енді келесісі бізде санаймыз дәл осылай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, міне жазып көрсеттім. Демек, бұл жерде де 10 төргез бар. Әр сантиметр бір төргез 1 сантиметрге тең болса, 1 сантиметр квадратқа. Демек, бұл да 10 сантиметр квадратқа тең деген сөз. Міне. Осыны жаттап алуымыз қажет. Енді 5-ші есептің тапсырмасы берілген фигуралардың ауданын тап, ол үшін алдымен толық шаршыларды санап, толық емес шаршылардың санын 2-ге бөліп, алынған нәтижені бір-біріне қосу керек. Бұл жерде сантиметр квадратқа бөлінген мөлдір жалпы палетканы палетка деп атайды. Онымен фигураның ауданын табуға болады. Бізде мына формула, міне, бізде дәл осы формула, осы кетті. Міне, бізде осы формулаға салып жұмыс жасайтын боламыз. Енді қазір біз толығын табуымыз қажет. Ең алдымен бізде толық міне. Толық шаршы міне 1, 2, 3 және 4. Міне бізде толық шаршылар, енді толық емес шаршыларды табуымыз қажет. Міне санаймыз. 1, 2, 3, бұлар толық емес, байқасаңдар. Міне мұнда тимей тұр, демек толық емес. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 және бізде 12. Бізде толық емес палеткалар саны 12 екен. Енді біз осы формулаға салып шығарамыз. Толықтар бізде 4-еу. Толық шаршының саны 4-еу бізде, толық емес 12. Енді осы формулаға саламыз. Бізде S-тен бізде A дегеніміз 4-еу. A дегеніміз A қосылған V бөлінген 2 дейміз. Бізде 4 болды толықтар саны, толық емесі бізде 12. 12-ні 2-ге бөлеміз. Сонда 6 болды. 12-ні 2-ге бөлген кезде 6 шығады. 4-ге 6-ны қосамыз. Сонда бізде 10 болады. 10 сантиметр квадрат болады. Міне осылай есептейміз. Екінші есебін шығарамыз. Қызыл түсіде берілген. Өзің палетка жасап ал, түрлі түсті қағаздардан фигуралар қиып алып, оның ауданын тап. Фигураларсыз олардың ауданын палеткамен анықта. Міне бізде жаңа көрсеткенімдей палетканы табуға болады. Толық мына формулаға сала отырып, есептеуге болады. 7-ші есеп бізде отбасы құндылықтарына не жатады? Өрнектің мәнін тауып, өз жауабыңды тексер. 50-ден артық жауаптардың барлығы дұрыс. Демек, біз мына есептерді шығарған кезде, өрнектердің мәнін тапқан кезде, егер есебіміздің жауабы 50-ден артық шықса, бұл отбасы құндылықтарына жатады деген сөз. Біріншісінде бөлу амалы орындалады. 36-ны 4-ке бөлеміз, 9 болады. 9 болады. 5-ті
9-ға көбейтеміз 45 болады. Және қосамыз 9-ға 45-ті қосамыз, сонда 54 шығады. Сыйластық. Демек, отбасы құндылықтарына сыйластық деген сөз бізде жатады екен, отбасы құндылықтарына. Келесісінде 36-ны 1-ге бөлеміз, 36, 4-ті 9-ға көбейтеміз. Және шыққан мәндерін бір-біріне қосамыз. Сонда бізде 72 шығады. Сонда қарым қатынас. Бұл да біздің отбасы құндылықтарына жатады. Дәл осылай кешіре білуде отбасы құндылықтарына жатады. Ал жақсы үй бізде отбасы құндылықтарына жатпайды. Қайырымдылықта отбасы құндылықтарына жатады. Жауапкершілік сөзі де құндылыққа жатады. Салт дәстүрде отбасы құндылығына жатады. Ал ата тек отбасы құндылығына жатпайды. Міне біз есептің барлығын шығара отырып, осы қайсы сөздер отбасы құндылықтарына жататынын табамыз. Міне қай амалдан кейін орындалады, мен барлығын жазып көрсеттім. Сендер де осыған қарап шығарыңдар. Және де әр төргезге әр санды жазуды ұмытпаңдар. Міне осы үлгі бойынша жазамыз. Егер сендерге амалды орындалу ретін жазам десеңдер, осылай жазып алсаңдар болады. Ал егер қателеспеймін десеңдер, жазудың қажеті жоқ. Келесі есеп бізде 8-ші есеп. Есепте, демек есептер берілген, есепті шығарамыз. Сендер міндетті түрде астына амалдың орындалу ретін мен шығарсаңдар болады. Бұл жерде 32-ні 8-ге бөлеміз, және де 7-ні 5-ге көбейтеміз. Екеуінің шыққан мәнін бір-біріне қосқан кезде бізде 39 шығады. Міне, екінші есепте жақшадағы амал орындалады. Бірінші бөлу орындалады. Бірінші бөлу, екінші қосу орындалады. Ал үшінші жақшаның сыртындағылар орындалады. Мұнда да 7-ні 5-ге көбейтесіңдер 35 болады, 7-ні 4-ге көбейтесіңдер 28 болады, 35-тен 28 аласыңдар, және оған 360-ды қосасыңдар, сонда 367 шығады. Міне осылай есептерді шығарсаңдар болады. Міне жазылып көрсетілген үлгісі. Келесі 9-ші есеп бізде Талғат, Әлия, Маржан үшеуі анасына көмектесті. Біздегі кейіпкерлерді көрсетіп қойайын. Талғат, Әлия, Маржан. Үйді шаңсорғышпен тазалады. Ыдыс жуды, бақшаны суғарды. Талғат ыдыс жуған жоқ. Бұл жерде біз былай алсақ болады есеп. Талғат, Әлия, Маржан. Шаңсорғыш, ыдыс жуды біреуі. Міне осылай сызсаңдар болады, және бақшаны суғарды. Бақша. Талғат ыдыс жуған жоқ. Демек, Талғат бізде ыдыс жуған жоқ. Міне, минус қоямыз. Жуған жоқ. Және бақшаны суғармады. Және бақшаны суғармады. Демек, Талғат не істеді үйді? Шаңсорғышпен тазалады деген сөз, иә? Міне өзі айтып тұр. Әлия ыдыс жуған жоқ. Әлия ыдыс жуған жоқ. Бірақ үйді тазалаған Талғат. Сонда Әлия не істеді? Әлия бақшаны суғарды деген сөз. Балалардың қайсысы не істеді? Талғат шаңсорғышпен тазалады, Әлия бақшаны суғарды. Сонда бізде кім қалды? Маржан қалды. Бізде қай жұмыс істелмеді? Ыдыс жуылмады. Демек, Маржан ыдыс жуды деген сөз. Міне осылай кестесі осылай сызып орындасаңдар болады. Соңғы есеп бүгінгі 10-шы есеп. Өзіңнің бөлмеңнің планын сыз, оның периметрін тап. Дәл қазір бізде бірінде 5 метр болуы мүмкін, 2 метр болуы мүмкін, бірақ осы үлгіге қарай отырып есепті шығарыңдар, сонда дұрыс шығады. Бұл жерде біз жалпы көбінде осындай ұзындығы 4 метр, ені 3 метр бөлменің ауданы көп кездеседі. Сондықтан осылай алып отырмын. Енді периметрін табамыз. Бұл бізде тіктөртбұрыш, байқасаңдар тіктөртбұрыш. Мұнда тіктөртбұрыштың формуласы міне осы бізде. Міне бізде тіктөртбұрыштың формуласы. Енді осыған саламыз. Ұзындығымыз біздің 4, демек бұл А. Ұзындығын А деп аламыз, енін В деп аламыз. 4-ке 3-ті қосамыз. 7 болды, 7-ні 2-ге көбейтеміз, 14 болды.
сонда бөлменің периметрі 14 метрге тең екен. Бүгін сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сабақ ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі сабақ кездескенше сау болыңдар.